7 мамыр отан, мемлекеттік мүдде, саяси қауіпсіздік пен дербестікті қорғайтын отан қорғаушылар күні. Бұл күн бейбіт елдің тыныштығын әуеде, құрлықта, теңізде қорғап, өз тағдырын ел тағдырымен байланыстырып жүрген әрбір әскери қызметші үшін ерекше күн. Бұл күннің мереке ретінде аталып өтуіне 1992 жылдың 7 мамырында тәуелсіз елдің заңдық құқықтарының негіздеріне және тәуелсіз мемлекеттер достығына қатысушы мемлекеттер арасына қол жеткен келісімдерге байланысты Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы себеп болды. Бұл жарлық бойынша Қазақстан аумағына орналасқан қарулы күштер өздерінің мүліктерімен қоса республиканың қарауына өтті. Жоғарғы бас қолбасшысы ретінде қарулы күштерді басқаруды президент өз мойнына алып, алғашқы қорғаныс министрі болып генерал-полковник Сағадат Нұрмағамбетов тағайындалды. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрылған күніне байланысты 7 мамыр отан қорғаушылар күні деп жарияланды. Ұлтаны болмай ұлтымның, сақталмауға ұмтылдым. Құлы болмаған құлқынның, пейілі қымбат жұртымның. Мен қазақтың ұлымын. Шуағын төккен қаламның, шұғыласынан шаралдым. Миллиондарға сатылмас, мейірі қымбат анамның. Мен қазақтың ұлымын. Елімде туған ер қымбат